Тергеушілер күніне орай арнайы спорттық іс-шара ұйымдастырылды. Сайысқа Ішкі істер министрлігінің тергеу, әскери тергеу, жедел криминалистикалық, заң және норма шығармашылығын үйлестіру департаменттерімен қатар басқару академиясының командасы қатысты. Одан бөлек жарыста Астана қаласы полиция департаменті мен көліктегі полиция департаментінің қызметкерлері бақ сынады. Командалар шағын футболдан, волейболдан, үстел теннисі, гіртасын көтеру және арқан тартудан сынға түсті. Турнир қорытындысы бойынша 3-ші орынды Ішкі істер министрлігі басқару академиясының, 2-ші орынды Астана қаласы полиция департаментінің, ал 1-ші орынды көліктегі полиция департаментінің командалары иеленді. Спорттық сайыс ұжымдық рухты көтеріп, командаларға жаңа серпін мен шабыт сыйлады. Мұндай жарыстар тек дене шынықтырып қана қоймай, бірлікті нығайтады.